Енді тоқтаса енді. Ай, мам, жай. Не мынау шашың? Басыма. Тоқта енді аянат. Ай, мам, шашым ауырады. Тоқта, мына артына да жабысып қалған ғой, аянат. Сыныптастарым бәрі мазақтап күлді. Енді өзің емес па? Енді нең бар аянат сөйтіп жасап? Не мынау? Мен білмедім ғой, шашыма жабысып қалатыны. Не мынау аянат? Какашка ма? Какашка. Говно. Сәлем достар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен ең үлкен слайм жасайтын боламын. Достар, мен сырт келбетіме мән бермеңіздер. Мен қазір мектепке кететін болғандықтан укладканы на носки жасадым. И сол құлап қоймау үшін оны шапкамен закрепить еттім. Думаю, что слайм жасағанға мешать етпейді. Так что давайте сіздер осы мен жасап жатқан слаймның рецептін қолдансаңыздар болады. Өте годный рецепт. Ал ендеше біз видеоны бастаймыз. Ең бірінші достар, бізге воздушный пластилин керек болады. Менде осындай цветтері бар. Давайте осындай аламыз. Арақнан кішкентай екен. Давайте онда осындай малиновый салайық. Мен пока что бірақ воздушный пластилин жасаймын. Так что мына пока что тұра тұрсын. Потом воздушный пластилин керек. Пенка керек. Қазір осыны қалай жасау кереккен айтамын. Егер сіздерде пенка болмайтын болса. Потом крем для рук. Но любой кремді алсаңыздар болады. Для меня это крем для рук. Потом бізге активатор керек болады. Бұны да қалай жасайтынын көрсетемін. Потом су керек болады. Обычно оны мен қазір аламын. Ең бірінші пенка қалай жасайтынын көрсетейін, достар. Пенка дегеніміз осындай бір органайзер сияқты ыдыста тұрады. Ол любой ішіндегі суды пенка қылып шығарады. И осының ішіне сіздер любой, может быть, жидкое мыло салып, и сумен араластырып салсаңыздар болады. Пенка болып шығады. Или шампунь қоссаңыздар болады. Бәрібір мен мыло қостым. Ал активатор жасау үшін кішкене сода, потом су қосасыздар. Мен суды уже қосып қойдым. Қазір сода қосамын. Обычный сода. Ой, блин, қазір. Окей. Сода қостым. Енді жабамыз. Все. Енді бізде жақсы активатор шықты. Араластырып қояйық. Ал достар, енді приступим. Надеюсь, сіздерге көрініп тұр. Дұрыстап қоя алмай жатырмын. Все, достар, енді біз бірінші воздушный пластилинді ашып алайық. Вот так вот. Я сразу же тасам, потому что сатындағысы керек емес маған. И то неудобно отказалға. Так. Воздушный пластилинді ашамыз. Сіздерге любой сала берсеңіздер болады. Менде осындай розовый, малиновый, сондай түс, короче. Осындай кішкене бажмәк істесеңіздер болады. Енді бізге су керек. Достар, мен сразу осындай жерге істейтін боламын. Сіздер, егер сіздерге неудобно болатын болса, то специальный стаканға істесеңіздер болады. Енді мен осыған су қосам. Су обязательно бұдан көп болу керек, потому что мынау сұйықтық болып кету керек, короче. Қосамыз су пока что. Ой. Осылай мешать етеміз. Что-то мен пластилин бір түрлі қалды. Негізі алдыңғы пластилиндер мұндай болмайды. Ладно. Енді бізге пенка керек. Пенканы қосамыз. Ой. Егер сізде осындай специальный ыдыс болмайтын болса, пенкаға арналған, то сіздер просто баклажкаға салып, қолмен араластыруларыңызға болады. Что-то су асып болып кеткен сияқты ма. Что-то бір түрлі болып тұр. Сіздердікі негізі обычно воздушный пластилин ондай болмау керек. Вот так вот қосамыз. Достар, мен 2020-2021 жылдары слаймның прям андай
преданный фанаты болатын. Мен всегда андай заттарға поверить ететін андай типа зубный пастамен суды қосқан кезде слайм шығады деген сияқты. Ол кезде андай, конечно, өтірік болатын, бірақ мен оған сенетін едім. Енді бізге крем для рук керек. Мен сразу мына жағын ашсам, потому что ішіне кішкене қалады. И анамен алып мүмкін емес. Ой, надо қоймады. Ай, мен крем қосып болдым. Чё с ним, ема, достар, не болды менің слаймыма? Крем қостым, айде. Давайте қайттан бастаймыз енді, достар. Маған құрамы нормальный сияқты. Я, по идее, норм. Анасына қарағанда. Вот, достар, міне осындай болу керек қойған кезде. Осындай прям тянуться ететін. Ал енді, достар, қайттан бастаймыз біз. Ничего страшного, не разочаровываемся. Я бәк. Енді су қосамыз кішкене. Араластырамыз. Бірақ суды да көп қосып жүрге болмайды. Мен мана пенкамды возобновить еттім. Ішіне, оказывается, моющее средство қосу керек екен. Вот мен моющее средство қосып келдім. Кішкене крем қосамыз. Достар, кішкене крем қосамыз. Қостым уже. Крем қосудың себебі емес, потому что гладкий болу керек слайм. Міне, примерно осындай шығады. Міне, там істейін бейтін. Енді бұны бізде келіп сода құтқарады. Бірақ сода қосқым келіп тұрмын, активатор емес. А то активатордың құрамына мен кішкене сода қосып негізі, оны жартысын қосу керек еді. Ой, көп кеткен сияқты. Вот, енді араластырамыз, потому что сода сразу действовать етпейді. Пожалуйста, көп қосып едім демеңдерші маған. Ал. Міне, достар, бізде шықты. Сразу су қосып керек, потому что сода көп болып кеткен жағдайда су құтқарады. Құтқарады. Өте күшті отқан сияқты. Маған отыр. Мына, достар, бізде осындай слайм шықты. Если сіздерді вдруг қат басталатса, у вас есть возможность сразу су қосуға, потому что его все еще можно спасти. Достар, егер сіздердікі прям бетон сияқты болып тұратын болса, то суды аямаңыздар. Осындай былжырақ бола берсін, зато тянуться етілет нормально. И күшті кликать етет, еще жұмсақ болады. Ал, достар, біздің слаймымыз жасалды. Надеюсь, сіздердікі де жасалды. Егер сіздердікі жасалмаған болса, то комментарияға проблемаларыңыз жазып кетіңіздер. Мен солармен сіздердің слаймдарыңыз жасалғанда тілектеспін. Потом сіздерге айтамын, какая у вас ошибка случилась деген сияқты. 2020 жылдан бері слайм істеп келе жатырмын, поэтому экспертпін десеңдер. Любой банкаға салып қойсам, менде негізі бір банка бар, бірақ оны таба алмағанмын, поэтому осыны пакетке салып қоямын. Тоже надежно. Достар, біздің видео жаңадан келіп жатқан оқырмандарымызға біздің видеоларымызды пропустить алмаңыздар. Егер сіздерге бұл рубрика ұнаған болса, то мен осы тағы көп воздушный пластилин алып, осы барлық пластилиндерден үлкен слайм жасайтын боламын.